Сәлем достар, сіздермен бүгін Айжан. Менің артыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің жақын құрбыммен, Мединамен бірге видео түсіремін. Сәлем. Бүгін біз Мединамен бір-бірімізді қаншалықты жақсы білеміз, бір-біріміз жайлы қызықты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Егер сіздерге ұнаса, онда видеомызды бастайық. Ал енді біздің бірінші сұрағымыз. Біз қалай таныстық? Біз Мединамен бір мектепте оқыған болатынбыз. 2000 білмеймін. Қазір айтам 8-ші сыныпта болған. Иә, 8-ші сыныпта мен Астана қаласына көшіп келдім. Сол кезде мектепте оқығанда 2012-12 жылдары. Иә, екеуміз 14 жастамыз есімде. Біз таныстық мектепте. Басында көп сөйлеген жоқпыз. Басында иә онша. Сабақ кезінде бір-бірімізді жақсы танып, сол кезден бастап жақсы сөйлесіп кеттік. Бір партада отырған болатынбыз. Иә, бір партада отырдық. Сол кезде бастап Медина өзі алтын белгі. Сондықтан иә, бірге сабақ жасағанда немесе басында Айжан химия пәнін өте жақсы білетін болатын. Басында дегенде сол себептен иә дос болып кеттік деп ойнап айтамын. Жоқ, көп кездерде маған көмек берген болады. Иә, біз бір-бірімізге жақсы. Басында иә, бір-бірімізге көмектесіп, сабақтарды бірге дайындалатын едік. Телефонмен үй жұмысының жауабын айтып, иә, 2 сағаттап, 4 сағаттап мектепте күні бойы жүреміз. Мектептен кейін мектепте үйге барамыз да тағы телефонмен сөйлесеміз. 24 сағаттай ма бір күнде бірге жүретінбіз. Ал енді келесі ол деген какое твое первое впечатление? Ең алғашқы айтатын көп дейміз. Мен Мединаны ең алғасында, мен шын айтсам, мен ойладым орыс қызы. Орыс. Мен 100% қазақ. Иә, ол Медина 100% қазақ. Мен басында ойладым, қандай күшті қыз, орыс. Қазақ мектебінде, иә. Себебі біздің сыныбымызда таза кәріс қызы да оқыды, сондықтан бұл нормальный сияқты да ойладым. Алғашқы Медина туралы ойым, бұл даже не помню. Мен айта аламын осы сұрақты. Медина айтсын бұл жерде. Мектепте мен жақсы жүгіретін қыздардың қатарында болады. Одан кейін Айжан келіп бүкіл менің репутациямды деп ойнап айтамын. Бірақ ол менен де тезірек жүгірген. Тез жүгіргендіктен, да? Иә. Ну, как-то конкуренция болды, да, новенькая какая-то пришла, тез жүгіреді, тез бірдеңе, и такая. Сол себептен кішкене басында онша сөйлескен жоқпыз. Бірақ содан кейін химия керек болды деп. Бірақ мен оны мүлдем білген жоқпын. Медина мені кішкене онша ұнатпай жүргендігі. Онымен бір 4 жылдан кейін да? Иә, кейінірек айтты маған. Сен басында маған онша ұнамады деп. Мен білген жоқпын мүлде ол туралы. Біздің достығымыз неше жыл уже? Бір 6-7 жылдай. 6-7 жылдай. Ал енді достар, біз өзімізді қалай танысқанымызды айтып кеттік. Енді біз бір-біріміз жайлы қаншалықты жақсы білетінімізді тексеріп көреміз. Иә, тексеріп көрейік. Енді бірінші сұрақ, бұл любимая песня, ең жақсы көретін Мединаның өлеңі. Birds flying high. Білмеймін. Ол өлең Between the Bars, Эллен Смит. Да? Білесің бе? Ол бір Stuck in Love деген кино бар. Сол жерде көрген болды. Застрявшие в любви, да? Білмеймін. Сенің өлеңің. Менде екі жақсы көретін өлеңім бар. Біреуі жақындағы новый өлең. Медина білмейді, бұл екі өлең. Біреуі Келвин Харрис, I feel so close to you. Она старая. Бірақ маған сол өлең қатты ұнайды. Капец, мен слышала? Как она поется? I feel so close to you right now. Екінші өлең жақында, это Кендрик Ламар. All the stars are close. Әлде Инстаграмда ма бір жерде? Наверное, бар ма? All the stars ол өлең. Кендрик Ламар. Мен негізі бұл артисті онша көп
тыңдамаған едім, бірақ қазір маған қатты ұнап жатыр. Келесі сұрақ бұл Худшее качество Айжаны. Хочу сказать то, что я не зря с тобой дружу 7 лет, поэтому, наверное, ну, у каждого человека вообще есть плохие качества, да, и я думаю, самое, наверное, худшее, это то, что мы очень редко встречаемся, я не знаю, это по чьей вине, возможно, это даже... Нет, ол деген время, обстоятельства. Это обстоятельства, но значит, ты не можешь... Значит, Айжан уақыт таба алмайды маған. Сосын мен ренжимін оған. Вот, ол стоит и идет, обед виден. Обидчивая. Иә, ол үшін. Да, это правда. Ренжіп қала береміз. Ну, уақыттан біраз уақытта ол ұмытылып кетеді. Сосын ренжігенімізді ұмытып қаламыз. Иә. Бұл хорошее качество. Мединаның ең күшті качествосы. Ол да көп, шын айтсам. Қазір ойлап отырмын қайсысы деп. Ең күшті. Негізі Медина маған өз басыма бір ангел-хранитель сияқты всегда поддерживать етеді. Мысалы, менде қанша экзамен болсын да. Кейбір достарым бар менде бәрі жақсы болғанда, мен қасымда әрқашан мені қолдап жүреді. Ал менде бір онша емес бір проблема сияқты қиналған кезде бір кәдімгі поддержка керек болғанда ешкім жоқ болып кететін кездері болады. Иә, и сол кезде Медина әрқашан менімен бірге болатын. Біз қанша экзамен тапсырдық, қанша осындай кездерде достықтың қадірін түсінесің және қайсысы шын дос екендігін біле аласың, да, мысалға. Сонда қиын кездерден өткен сайын мен соңында Мединаның маған 100% осы беріліп, маған көмектескісі келіп, сондайын байқадым, және соған үлкен рахмет. Иә, сол кезде ең күшті. Иә. Ал сенің ең жақсы қасиетің, менің ойымша, бұл Айжанның организованность. Қалай қазақша шын айтса білмеймін, бірақ әрдайым алдына қойған мақсаттарын орындап, әрдайым жаңағы өзінің алдына қойған мақсаттарын нақты біліп, оларды орындап, өз уақытында бар нәрселерді жасайтынын білесіздер. Одан басқа жаңағы Айжандардың басқа видеоларында ол нәрселерді қалай жасау екендігін көре аласыздар. Аха, рахмет, очень күшті. Я не знала даже. Ал енді келесі сұрақ бұл интересная история, давай, интересная история. Екеуміз болған интересная история, шын айтсам, көп. Мен негізі Мединамен бастап түсірдім видеоны. Мен соны айтайын деген деп қоймын. Да, окей. Мен ол кезде ютубпен енді бастадым ауырып. Сол кезде мен қатты видеоблогер болғым келді. Мен жасым 14-те болатын. Привет всем, меня зовут Айжан, меня Медина, и это наше первое видео про нашу жизнь. Сейчас я бы хотела рассказать о себе. В общем, я люблю рисовать, петь, учусь хорошо. Мои любимые предметы это алгебра, биология, английский и все, в общем. Сейчас я хочу передать слово. Теперь я хотела сказать немного слов о себе. Я люблю, большинство времени я провожу, конечно, с подругами. Мы с подругами гуляем, ходим в кинотеатры, и я люблю петь, танцевать, особенно петь, конечно. Когда я пою песню и слушаю музыку, я ни о чем не думаю, у меня поднимается настроение, как вы видите. Біз көп видео түсірдік, мен аутфитімді түсірдім мектептегі, одан кейін влог түсірдім. Привет всем, меня зовут Айжан, меня Медина, нам 14 лет, мы учимся в 56-й школе. Сол момент мен негізі видеоблогерді Мединамен бастадым. Енді біздің арамызда болған қызық оқиғалардың бірі, қазір Айжанның есінде бар ма жоқ па екен тексеріп көрейік. Бұл біздің 16 жасымызда болған бір оқиға. Біз X-Factor'ға қатысамыз деп шешкен болатын. Иә, есімде. Иә, сосын ол жерге барып өлең айттық. Бірақ өтпей қалды, өкінішке орай. Бірақ бізге оны сендер әлі 16 жаста екенсіңдер деп соны бір сылтау етіп біз өткізген жоқ деп қой. Да. Негізі шынымен солай бол. Екеуміз мен сен қандай өлең айтқанын есімде. Қандай? Мен сенікін айтам. Қазір W начинается. Сейчас. Аха, да, W. Wake me up, wake me up. Avicii, соны айттым. Ал Медина бір, қалай кажет, feeling good айтты.
news иә feeling good күшті болып күшті кездер себебі біз соны дайындалып күтіп отырдық иә очередьте адамдар көп болды біз негізінде ойладық ол кезде қазір нахима есқалиева сондайлар отырады деп ішіне барсақ мүлдем олай емес біз білмейтін бір адамдар ешкім білмейді оларды просто даусыңды тыңдайды да просто отырады тыңдайды өттің өтпедің бірақ сол кезде біз дуэт болып айтқан жоқпыз әрқайсымыз жеке иә бөлек айттық бірақ менде есімде бізге маған сен жасың 16-та кішкентайсың егер де әлі бәрі алда деген сияқты біз қазір айтып қояйын біз рафа деген кафеде отырмыз мен ноутбукпен міне осындай кездестік иә тағы да егер де сіздер мен негізі Мединамен тағы видео көп түсіремін бірақ оның алдында түсірдім Назарбаев университетінде оқиды Медина сондықтан егер де сіздерде бір сұрақтарыңыз болса қалай каково это учиться в Назарбаевском деген төменде жазыңыз иә келесіде кездескенде Мединамен сол сұрақтарға мен ол сұрақтарды қоямын Мединаға себебі байқап тұрсаңыздар екі сөздің ортасында ағылшын фразалар көрініп тұр что человек учится в Назарбаевском и сен профессияң менің профессиям biological sciences ол биология наука наука биология ғылымдарын зерттеп оқып жүрміз иә биологиядан достар бүгінгі видеомыз соңына жетті көргендеріңізге көп рахмет иә Мединады да жақсы білдіңіздер менің ең жақсы құрбымды иә онымен қоса егер де сіздерде тағы бір сұрақтарыңыз болса төменде жазыңыздар соларға біз келесіде міндетті түрде жауап береміз сіздермен бүгін болған Медина және Айжан келесі кездескенше